балаңды өмір бойы оқытасың, оған ақшасын төлейсің, оны кішкентай кезінен тәрбиелейсің, оның кірін жуасың, артын жуасың, барлығын істейтін. Өскен кезде сен бетіңе түкіріп тұрсам, бетіңе түкіріп тұрса, сіз не дейсіз? Сіз бүйтіп айтуы мүмкін, сен дүниеге келмей-ақ қойған. Абай айтқандай, я Аллахым, бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер, керек емес. Қазақта айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Біз өзіміздің бала-шағамыз тәрбиелеп жатқан кезде біз баламызды бізден қорқып тәрбиелемейік. Біз өзіміздің бала-шағамыз тәрбиелеп жатқан кезде бала-шағамызды Құдайдан қорқуға тәрбиелейік. Өйткені бізден қорыққан бала біз жоқ кезде ол істейді. Біз жоқ кезде білгенін істейді. Ал Құдайдан қорыққан бала бұл өмірде Құдай көрмейтін жер тауа алмайды да ол ше. Бұл өмірде Құдай еститін жер тауа алмайды. Бұл өмірде Құдай білмейтін уақыт жай тауа